Тәуелсіздік желтоқсан шежіресі тақырыбында желтоқсан оқиғасының куәгерлерімен сыр сұхбат. Мақсаты желтоқсан көтерілісінің сипатын аша отырып, тәуелсіздік бастауы ызғарлы желтоқсан екенін жете түсіндіру. Жас ұрпақ бойына еліне, жеріне, ұлтына деген патриоттық сезімді қалыптастыру. Сәлеметсіз бе? Сәлеметсің. Желтоқсан көтерілісінің себебі қандай? Желтоқсан көтерілісінің себебі, бұның себебі тарихтың терең қойнауына көз жүгіртсек, осы ата-бабамыз кезінде Қазақстан жерін білектің күшімен, найзаның ұшымен қорғаған болатын. Арманы егемендік алу болатын. Міне соның барлығы ортадағы жылдары талай қиыншылыққа ұшырап, ашаршылық болды, жаппай жазалау шаралары болды, ұлт зиялыларын қудалады. Міне осы себептен біз өз егемендігімізді ала алмаған едік. Желтоқсан оқиғасының басты себебі қазақ елінің еркіндігін алу, егеменді ел болуын қолдау болатын. Көтерілісшілерінің талап-тілектері орындалды ма? Енді желтоқсанда біздің ең бірінші қойған талабымыз, күреске шыққан кезеңде қазақ елінің өз алдына жеке дербес егеменді ел болуын талап еттік. Және қазақ басшы болуын талап еттік. Енді әрине бұл желтоқсан оқиғасын еске алу өте қиын. Талай қиындықтар болды. Желтоқсан оқиғасынан кейін бірден біз өз дегенімізге жеткен жоқпыз. Бізді жазалау басталды, қудалау басталды. Оның барлығын сендер тарихтан оқып жатырсыңдар. Ең бастысы, қанша уақытта орындалса болса да біздің тілегіміз орындалды. Еліміздің басшысы қазақ басшы болсын деп едік. Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев тұңғыш еліміздің президенті болып сайланды. Еліміз өз алдына Ресейден бөлініп, егеменді ел болып шықты. Біздің бұл басты арманымыз болатын. Енді кейінгі жас ұрпаққа айтатын ақыл ойыңыз? Кейінгі жас ұрпаққа айтатын ақыл ойым қазір намысшыл болса, білімді болсын, дарынды болсын, елінің мынау қаншама адамдардың қиындығымен келген егемендігіміздің туын жерге түсірмей, соны биіктен көтерте білсін. Рахмет сіздің сұхбатыңызға. Рахмет. Сәлеметсіз бе, Галқар апай? Сәлеметсің бе? Сіз 16-17-18 желтоқсан 1986 жылғы Алматыдағы көтерілістің куәгері екенсіз. Иә, куәгермін. Көтеріліс кезінде қандай жағдайлар болды? Бұл желтоқсан оқиғасындағы көтерілген жастар басқа қалаларда да болып жатты. Ол кезде жаңағы телефонның барлығы өшірілді, ешқандай қарым-қатынас болған жоқ. Жаңа транспорттың бәрі тоқтады. Соның өзінде де жастар жаңағы алаңға шығып өз ойларын білдіруге асықты. Желтоқсан оқиғасына қатысқан жандарға қандай үкім шығарылды? Желтоқсан оқиғасына қатысқан Қайрат Рысқұлбековке, Ербол Сыпатаевқа, Сабира Мұхамеджановаға, Ләззат Асановаға қатаң үкім шығарылды. Себебі бұл Қайрат Рысқұлбеков қанша шырылдағанмен, кінәсізбін деп шырылдағанмен, ол Қазақ Телекомның алдындағы камераға суреті түсіп қалған, соны жалған жаңа куәгерлердің арқасында оның жаңа Савицкийді өлтірдің деп соған мойнына жаза артып, сондай қатаң үкім шығарылды. Оны кейін ату жазасынан 20 жылдыққа ауыстырылды. Бірақ сонда да Қайрат Рысқұлбеков Семей түрмесінде мен 20 жыл отыра алмаймын. Осы 11 айдың ішінде көрген азабым аз емес, мен кінәсізбін деп өз кінәсін мойындамай өмірден қош айтысты. Желтоқсанның ашылмай қалған шындығын білесіз бе, және ол қандай? Желтоқсан біздің ата-бабамыздың ежелден аңсап келе жатқан арманы. Осы тәуелсіздікке жету. Тәуелсіздікке жету үшін біз қаншама ата-бабаларымыз Ұлы Отан соғысында да, ұлт азаттық көтерілісінде де қаншама қан төгілді. Онда батырларымыз, жаңағы жай халықтың өзі де хандар болсын барлығы қан төкті. Бұл бізге тәуелсіздік оңай келген жоқ. 1986 жылы желтоқсан оқиғаның болуының себебі 86 жылы 16 желтоқсанда Қазақстанды ширек ғасыр бойы басқарып келген Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев орнынан босатылып, Ульяновск қаласынан бірінші хатшысы облысынан Колбинді әкеліп орнына қойылды.
Сол кезде пленум бар болғаны 18 минутқа ғана созылды. Бұл орталықтың халықтың әлеуметімен есептескен жоқ, халықтың мүддесін мүлде ойлаған жоқ, білмейтін адамды сырттан әкеліп қоя салуы қазақ жастарының, студенттердің ашу-ызасын туғызды. Сол кезде 16 желтоқсан кешкісінен бастап, ертеңіне 17 желтоқсаннан бастап жастар көшеге шыға бастады. Алматыда жастар шеруі болды. Бұл жастар тек қана бейбіт түрінде осы ненің бұрмаланбауын, жаңағы левиндік ұлт саясатын бұрмаланбауының әр ұлттың өзінің өкілі болуын талап етті. Бірақ өкімет билігі, өкімет басшылары бұл жастардың тілегін көңілдеріне алған жоқ. Сондықтан да бұл өкімет басшылары сол алаңға, Брежнев алаңына жиналған жастарды жаңағы тарауын талап етті. Жастар осы тарамай сол кезде тұрып алды. Оның ішінде мен де бар едім, барып көрдім. Сондай болып жатыр, қазақ түсті де орыс келді дегеннен кейін бұл жастардың ашу-ызасын туғызды. Сол жерде өңге қақтығыс болды. Тара дегенге тарай қоймағаннан кейін өкімет басшылары жаңа Алматы гарнизондарынан, басқа КСР өкіметтің өкілдерінен ішкі саясаттың адамдарын шақырды. Жастарды жаңағыдай қууға тура келді. Олардың қолданған қарусыз жастарға қолданған жаңағы сапер күректері, жаңағы тастай сумен су шашыратуы, қару қолданып жастарды аяусыз қыра бастады. Кетпеген жастарды машинаға тоғытып қаланың сыртына апарып тастады. Оның ішінде қаншама жастарымыз кетті. Бұның барлығы жаңағы саясаттың орталықтың кемшілігі болды. Желтоқсан көтерілісі 1916 жылғы ұлт-азаттық көтеріліске ұқсастығы бар ма? Енді бұл жерде ұқсастығы қашанда біздің қазақтың осының өзінің жеке жаңа тәуелсіздік алуында, егемендігі ел болсақ екен, тәуелсіз мемлекет болсақ екен деген арманнан туындаған екеуі бір ұқсастықтары бар. Біздің қазіргі кезде Қазақстан мемлекеті жеке мемлекет болып, өзінің егеменді ел болды, өзінің әнұраны бар, елтаңбасы бар, туы бар, өзіміз жеке мемлекет болып біз қалыптастық. Біздің тәуелсіздікте жеткен жетістігіміз. Сіздің сұхбатыңызға өте риза болдық. Сізге рахмет, сау болыңыз. Жақсы, сау болыңдар. Осындай патриоттық сезімде осы жас толқындар көп бола берсін. Соған тілектеспін. Тәуелсіздік мемлекетіміз құтты болсын, жасай берсін. Жарайды, рахмет. Сәлеметсіз бе? Сіз желтоқсан көтерілісінің қатысушысы әрі куәгер екенсіз. Мұғалім, әрі баламен жұмыс істейтін маман ретінде тәуелсіздік мерекесінің маңызы мен мәніне тоқталсаңыз. Тәуелсіздік тамыры тереңдеп жатқан тарихи, қазақтың тарихы тереңдеп жатқан еліміздің жаңа заманда егемендік ел болуы, тереңдеп жатқан тарих. Жаңа заманда ел болу, жаңа егеменді ел болуы ғой. Тәуелсіздік берген ұлы мүмкіндіктерді атап өтіңіз. Тәуелсіздік берген, елімізге берген қойнауы толы байлығымыздың егемен өзімізге қойнауы. Ұлы мүмкіндіктерді атап өтіңізші. Тәуелсіздік ол мүмкіндіктер өз жеке ұлт болуымыз, жеке дербес мемлекет болуымыз, өз байлығымызды өз қажеттігімізге жаратуымыз, ұлтымыз, дініміз, салт дәстүріміз. Сіз ол көтеріліске өз еркіңізбен бардыңыз ба? Әрине өз еркіммен бардық. Барлық сол кездегі азаматтардың барлығы өз еркіммен барды деп ойлаймын. Қазіргі заманда тура сондай жағдай болып қалса, тағы да барар ма едіңіз? Әрине, ойланбастан барар едім. Қазіргі жастардың отансүйгіштігі қандай деңгейде деп ойлайсыз? Отансүйгіштігі әркімде әрқалай ғой енді. Отансүйгіштік қасиеті қазіргі көп жастарда жоғары деңгейде деп ойлаймын.
Тәуелсіздік мерекесін қалай атап өтіп жүрсіз? кәдімгі күнделікті бір күн тәуелсіздік мемлекет тәуелсіз күнін есіме алып, сол күндерде есіме алып, мақтанышпен тәуелсіз мемлекеттің елінде тұрып жатқаныма мақтанышпен қарсы аламын. Тәуелсіздік мереке қатысаңында аудан тұрғындарына айтар тілегіңіз? Ауданға айтатын, аудан жастарға айтатыным, әр уақытта отанды жоғары бағалы, отан сүйгіштігі, отанды қастерлей береміз, ұлтымызды, дінімізді бағалай білейік. Сұхбатыңызға рахмет. Көрегенді. Рахмет.